Бүгін біздің 6-шы практикалық сабағымыз, 6-шы практикалық сабағымыздың тақырыбы білім мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. Тақырыбымыздың қандай деңгейде өткенде дәрістің негізінде кім нені меңгерді, сабақ айтпас бұрын кішкене серпіліс өтініңіздер жүрсек. 6-шы практикалық сабақ тақырыбы білім мазмұнына қойылатын жалпы талаптар. Жалпы білім мазмұны оқушыға берілетін білім, білік, дағды және де құндылықтардың жиынтығы болып табылады. Бұл тек ақпарат беру ғана емес, оқушыны әлеуметтік өмірге дайындау, ойлауын дамыту, тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру процесіне тығыз байланысты. Сондықтан білім мазмұны мектеп жұмысының өзегі. Жалпы мақсатына тоқталатын болсақ, негізгі мақсат бұл жерде оқушыға ғылыми тұрғыдан дұрыс қолдануға болатын білім беру. Сонымен қатар оқушының сыни ойлауын дұрыс қабылдауын қабылдауға үйрету және жауапкершілік және өз бетімен білім алуға деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Ал өзектілігі жалпы қазіргі цифрлық дәуірде ақпарат өте көп болғандықтан оқушыға тек жаттау емес, ақпарат іріктеу, салыстыру, талдау, қолдану қабілеті қажет. Сондықтан білім мазмұны қазіргі қоғамда өте сұранысқа ие және де практикалық құзыреттілікке бағытталған болуы тиіс. Міндеттеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде 5 міндетін қарастырсақ болады. Ол біріншісі бізде ғылыми дұрыс ақпарат беру. Келесі тақырыпты жүйелі ретпен ұсыну. Білімді өмірмен байланыстыру, дағды, ойлау, құзыреттілікті қалыптастыру және де соңғысы оқу мотивациясын арттыру болып табылады. Нәтиже бізде оқушы алған білімін тек сабақта емес, өмірде қолдана білуі, және де өз ойын еркін айту, жауапкершілікті ала білу, өзін дамытуға талпынады, жалпы қоғамға қажетті тұлға болуға бағытталады. Қорытындылай келе, білім мазмұны жай теориялық материал емес. Ол оқушының ойлайтын, талдайтын, шешім қабылдай алатын, жалпы өмірге бейім тұлға ретінде қалыптастыратын негізгі құрал болып табылады. Сапалы мазмұн сапалы білім нәтижесіне әкеледі. Назарларыңызға рахмет. Тақырыпқа байланысты 3 жағдайды сұрақтадым. Біріншісі, мұғалім жаңа оқу жылына сабақ жоспарын жасап жатыр. Ол білім мазмұнын қандай талаптарға сай жоспарлауы керек? Егер ол талаптар елемесе, қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Бірінші сұрақта, мұғалім оқу жылына сабақ жоспарын жасап жатыр. Ол білім мазмұнын қандай талаптарға сай жоспарлауы керек? Егер ол талаптарды елемесе, қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Менің ойымша, мұғалім ең біріншіден білім мазмұнын жас ерекшеліктеріне, сондай-ақ оқу мақсаттарына, құндылықтарға және де білімнің күтілетін нәтижелерін сай жоспарлауы керек. Егер бұл талаптар ескерілмейтін болса, оқушылар материалды түсінбеуі мүмкін, және де олардың сабаққа деген қызығушылығы төмендеп, оқу үлгерімдері нашарлап кетуі мүмкін. Екінші сұрақ, бізде сыныпта оқушылардың білім деңгейі әртүрлі. Мұғалім білім мазмұнының барлығына бірдей ұсынды. Бұл жағдайда қандай талап бұзылады және оны қалай түзетуге болады? Біздегі екінші жағдай, ол сыныпта оқушылардың білім деңгейі әртүрлі. Мұғалім білім мазмұнының барлығына бірдей ұсынды және бұл жағдайда қандай талап бұзылады және оны қалай түзетуге болады? Жауап, бізде дараландыру талаптары бұзылады. Сонымен қатар мұғалім бізде әрбір оқушының қабілетіне сай тапсырмаларды беруі қажет және жетістікке жету үшін оны мақтап, топтық жұмысты ұйымдастыру керек. Үшінші сұрақ, бізде білім мазмұны оқушылардың жас ерекшелігіне сай емес болып шықты. Бұл қандай талапқа қайшы келеді және де мұғалім қандай әрекет жасауы керек? Бізде үшінші жағдаят, білім мазмұны оқушылардың жас ерекшелігіне сай емес болып шықты. Бұл қандай талапқа қайшы келеді? Мұғалім қандай әрекет жасауы керек? Менің ойымша, бұл жас ерекшелік сәйкестігіне салдармен түсіндіруі қажет және визуал деңгейлік тапсырмаларды қосуы қажет деп ойлаймын. Тақырыпты толықтыру мақсатында викториналық сұраққа кезек берсек, сұраққа жауап беру үшін тақырыпты жалғастыру мақсатында викториналық сұраққа кезек берсек, сұраққа жауап беру үшін ортаға шықсаңыздар болады. Бірінші сұрақ, бізде білім беру мазмұны дегеніміз не? Білім беру мазмұны дегеніміз не? Білім беру мазмұны ғылым негіздері, білік, дағды, тәжірибе мен құндылықтар жүйесі. Келесі сұрақ, бізде білім мазмұны
Келесі сұрақ бізде білім мазмұнының құрамына жатпайды. Білім мазмұнының құрамына жатпайды, бізде спорттық жарыс. Сұрақ бізде қазіргі білім мазмұнының басты ерекшелігі. Қазіргі білім беру мазмұнының басты ерекшелігі ол құзыреттілікке негізделу және IT үстемділік. Қазіргі білім мазмұнының басты ерекшелігі құзыреттілікке негізделу және IT және үстемділік. Келесі сұрақ бізде білім мазмұнына үлес қосқан қазақ ғалымы. Білім мазмұнына үлес қосқан қазақ ғалымы бізде бұл Ахмет Байтұрсынұлы. Келесі сұрақ бізде білім мазмұнының басты мақсаты. Білім мазмұнының басты мақсаты бұл тұлғаның жан-жақты дамуы болып табылады. 6-шы сұрақ бізде кәсіби білім мазмұны қайда беріледі. Кәсіби білім мазмұны қайда беріледі? Колледж және жоғарғы оқу орындарында. Келесі сұрақ бізде білім мазмұнының тарихи бастаулары қай ойшылдармен байланысты. Білім мазмұнының тарихи бастаулары қай ойшылдармен байланысты? Ян Каменский мен Ахмет Байтұрсынұлы. 8-ші сұрақ бізде оқыту мазмұнын айқындайтын ресми құжат емес. Келесі сұрақ бізде оқыту мазмұнын айқындайтын Соңғы сұрақ бізде қосымша білім мазмұнының мысалына не жатады. Қосымша білім беру мазмұнының мысалы бұл робототехника үйірмесі. Сабақты қорытындылау мақсатында сергіту сәтіне кезек берсек. Қорытындылау мақсатына сергіту сәтіне кезек берейік.